99 жылы өлтіріп кеткен. Жоқ, атпаған, ұрып соққан, Құран оқып жатқанымды естимін, Фатиха сүресін оқып жатқанымда дәл түбінде. Жаназаны ол кезде көрген, мен жаназаны қалай шығарадым. Ойладым, мен жаназам шығарып жатқан шығар деп бір жерде өліп қалған шығармын деп. Құқықтық көмектің түрі бар, тегін. Ол әлеуметтік жағдайлар төмен адамдарға осындай құқықтық көмек көрсетеді. Қазақстанда біздің тәуелсіздігіміздің осы төңірегінде 4-ақ заңнама қазақ тілінде құралған. Қалған заңнама, то есть ол миллиондаған заңнама. Соның барлығы осы 30 жылдың ішінде. Олардың барлығы орыс тілінде. Төртінші сыныпта сол эпилепсия ауру басталды. Басында білген жоқпыз. Кейін уже невропатологтарға барып, сол диагноз қойылды. Сөйтіп 2009-2010 жылға дейін жыл сайын әр 90 сайын емделіп тұратын больницаға жатып, бізде Тараз қаласында не бар, детская неврологическая больница, Пушкина деп аталатын, аты қазір білмеймін қалай екен. Анам мысалға алмай өзіне жеке, сол маған мысалы жарататын. Және мен інім бар, сағада інімде мысалға көп заттарды мысалы ала алмай, сол менің еміме жаратылды. Қаражаттың көбісі. Және де сол 2009-ға дейін емделді, бірақ одан кейін менің ойымша сол кезде маған ешқандай әсерін тигізбеді деп ойладым. Сөйтіп бүкіл емді тастап кеттім. Дәрі-дәрмек қабылдау, тағы да басқасын. Бірақ сол кезде мен спортпен шұғылданып жүрдім, 7-ші сыныпта бастадым. Себебі өзімді андай бір кем сияқты сезіндім да басқа балалардан. Себебі анау болмайды, мынау болмайды, жалғыз өзің жүруге болмайды. Мысалы, ол талма ауруы 4-ші сынып пен 7-ші сынып арасында қатты болды. То есть аптасына сол талып мысалы құлайсың да. Менде дислексия болған. Дислексия деген ол жазу немесе де оқуды дұрыс білмеу. Оны енді мектепте мысалы көп түсіне бермейді ғой. Мұғалімдер ондай мамандар жоқ. Мысалы дислексия өзі не екенін білмейтін шығар. Сол себептен мысалы ол да әсерін тигізді, мысалы білім алуға. Басқа мен мектепке түскен болатынмын, бірақ ол мектепке алмай сөйтіп мен ауылдағы мектепке барып оқыдым. Ол жерде получается мектепте олар бұндай бар балаларға көп нелерін көңіл бөле алмады. Және де ондай мен түсінген бойынша олар андай бір міндеттемелерді осындай адамға қатысты алғысы келмеді. Себебі кім біледі, адам мысалы талып басын бір жерге құлап ұрысып өліп қалса, мысалы тағы да басқа, оның барлығы бір мәселелер тудыртады. Сол себептен олар менің ойымша қарастырмады. Оқу бастаған соң олар басында білген жоқ қой. 3 аптадай где-то, 3-2 апта. Мысалға мынандай нәрсе болады, физрада мысалға талма ауру ұстаған кезде эпилепсия. Мен мысалы мектепке бір апта барған жоқ, себебі ұялдым да. Себебі өзіңді адам деген кішкене кем санаса, қоғамнан бөлексің, өзгесін. Көндіріп, анам сөйтіп неге бардық? Мектепке бардым, бәрібір сол бір аптадан кейін бірақ. Мысалы, жүгіріп бара жатасыз да, физрада сөйтіп талып құлайсыз. Сөйтесіз да өзіңізді бір кем санайсыз. Спортқа қатысып, біз кішкене өзіміздің намысымызға тиген азаматтарды жауапкершілікке тартылатын дәрежеге жеттік. Сол себептен ондай күлкілер немесе де осылай сынау деген сияқты заттар мен бетіме айтатындай ондай нәрселер тоқталды. 99 жылы өлтіріп кеткен. Жоқ, атпаған, ұрып соққан. Тергеу әрекеттері жүрді, бірақ олар қылмыскерлер таппады. Кім өлтіргенін, қалай болған, оны тапқан жоқ. Сол себептен істі мысалға қысқартып, то есть нелер қылмыскерлер жоқ деп, сол себеппен іс қысқартылды. Сөйтіп 99 жылдан бастап, мен ол кезде 5-те, інім бар тағы да 4-те. Анам ол кезде жасы 22-де, 23-те. Сол кезден бастап анамыз бізге уже өзі жеке қарай бастады. Сол Садуақас Арман Сәкенұлы белгісіз жағдайда қайтыс. Белгісіз емес, белгілі жағдайда қайтыс болды, бірақ қылмыскерлер таппады. Қылмыскерлер белгісіз. Хотя ол жерде іздестіру әрекеттерін білмеймін, мен өзі мектепте де оқымаймын ғой, 5-темін. Сол себептен ол кездегі әрекеттер қалай жүргенін білмеймін, бірақ анамның айтуы бойынша сол кездегі тергеу әрекеттері дұрыс емес жүріп, куәгерлер болды мысалы көрген, бірақ олардан сұрап жауап, тағы да басқа әрекеттер болмаған. Өзі де сол полиция қызметкері болған ғой. Сол жұмыстың кесірінен қайтыс болған деген сондай нелер бар, пікірлер бар. Не іздейміз да, проект. То есть кімге қарап өсуге болады. То есть мысалы ұл бала, ол әкесіне қарап өседі, немесе де ер адамдарға қарап өседі.
сол себептен мен біз ініміз екеуміз енді ондай ер адамдар таппағандықтан біз көшеге қарап өстік. Көшедегі бізден үлкен балаларға мысалға солардың айтқанына мысалға кішкене еріп кеттік. Сол еріп кеткен соң сәл дұрыс емес бағыттармен жол кеттік. Жиналып далада жүру деген сияқты сондай заттар ғой. Мектептегі сол кездегі сондай қазір тілмен модный заттар ғой. Трендовый заттар болған кездер, сол кезде сөйтіп жүрдік. Қазір таңда әрине ол дұрыс емес, біз потому что есіңізді жинаған соң уже түсінесіз, білім алу керектігі. Әкесі жоқ, ол қандай мәселе туындайды? Ол қорғансың жоқ сенің мысалға қорғайтын. Келесі көшеде тұратын еді, еме мысалға нанға бару үшін немесе де аялдамаға бару үшін сол көшені өтетін. Сол кезде сол 5-6 сынып қой. Ауруым сол енді басталған кезде біздің көшеде сол бала әкесімен бірге отыратын. Сөйтіп әкесі мен өтіп бара жатқан кезде баласы айтады, ананы ұрып соқ деп. Тура сол айтады. Қазір мысалға ойланасың, ол қалай деп. Білмеймін, мен сөйтіп мысалға өзін ұлын тәрбиелеген шығар. Таяқты жеп, сөйтіп ол көшемен жүрмейтін болдым. Намысқа тиеді, сен жауап бергің келеді, бірақ әлсіз болғандықтан сен жауап бере алмайсың, күшің жетпейді. Анаға да айта алмайсың, оның кішкене сондай кезде әке болса, әрине ол бір қорғаншы болады, мысалы барып сөйлесу мүмкін, айту мүмкін. Ол ой кетеді, себебі немесе сен өмірде бір не боласың, андай соққыға жығылған адам боласың, немесе өзің қорғай алатын бір азамат боласың. Есейген сайын ақыл тоқтайды ғой. Есейген сайын сабаққа көп көңіл бөліп, мысалға артыңда ешқандай нең жоқ екенін түсінесің, поддержка беретін адамдар. Сол себептен ары қарай өзіңізді дамытуға тырысасыз. Біз ініміз екеуміз сондай спортпен және оқуды алып жүрдік, бірақ кішкене кешігіп қалдық, бір 10-шы сыныпқа келгенде есіміз жидық қой. Бірақ соның өзінде университетке түсіп, оқуымызды бітіріп, одан кейін магистратураға түсіп оқу бітірдім. Ешкім дәлелдегім келген жоқ, бірақ ондай әңгімелер жүретін еді, мысалы туыстардың арасында, одан кейін көрші адамдардың арасында. Енді әкең жоқ болған соң, сен нең жоқ, поддержкаң жоқ. Одан кейін сенде андай талмауыр болған соң, ол да белгілі бір кедергі қоғамға сіңісіп кетуге. Астанаға барып не істейсің деген сияқты, түк шықпайды деген сияқты. Осындай әңгімелер болатын. Әрине намысқа тиеді, бірақ енді адамдармен, жындылармен жынды болмайсың ғой. Одан өзің қойған мақсаттарың бар, сол мақсатқа қол жеткізуге тырысасың. Солай біз өз мақсаттарымызға қол жеткізуге тырыстық. Сол университетті бітіріп, спортты да қатар алып жүрдік. Талып жүрдік те, спортқа қатар қатысып жүрдік. Бізде Таразда Тектұрмас деген не бар? Төбе бар. Сол төбеде сол талма ауруым ұстайды. Мен есімнен танам. Талған кезде сол құлағам ғой енді. Сөйтіп шеңгелдерге тілініп құлап кеткем. Сөйтіп оянсам, оянған кезде неден оянам мен? Әлі көзімді аша алмай тұрмын. Потому что адам есін жиған кезде бірінші есту қабілеті келеді. Сөйтіп сол бірінші нені естимін мен? Бірінші сол Құран оқып жатқанды естимін, Фатиха сүресін оқып жатқанды дәл түбінде. Жаназаны ол кезде көрген, мен жаназаны қалай шығаратынын, сол қалай жүргізілетінін мен сондай деп ойладым. Себебі көзімді аша алмай тұрмын, қимылдай алмай тұрмын, және жаңа оқып жатқан мен түсінгенім бойынша сол кезде имам болған. Тоқтамай жатыр да, қимылдаса тоқтайды ғой мысалы. Мен сөйтіп ойлап жатырмын да, неге тоқтамай жатыр? Сөйтіп ойладым, мен жаназам шығарып жатқан шығар деп, бір жерде өліп қалған шығармын деп. Сөйтсем, жоқ, одан кейін есімді былай қимылдай бастаған кезде көзімді аштым, сөйтіп ана кісі әшейін қасымда сол Құранды оқып отыр. Болды, судың ішінде де болған, мінім шығарып алып мысалға. Енді ол судан шығара алмады, бірақ басым ұстап тұрды да, себебі естен танып қалдым. Сөйтіп одан кейін қасымызда үлкен кісілер болған кезде олар шығарып алды. Ал інімнің енді күші жетпейді, екеуміз бірдей болғанбыз. Одан кейін мен тағы да тоже недоношенный болып туылғанмын, 7 айлық болып. 7 айлық болып, туылған кезде анамның айтуы бойынша бала жылайды ғой. Мен үнсіз туылғанмын. Сөйтсем, оказывается, анау неде демалатын не бар ғой, трахея. Осы жерден бір жыртқысы біраз тұрып қалған екен. Соны оказывается тазартқан соң ғана даусым шығыпты. Емі жоқ біріншіден. Бірақ бұл жерде мүмкін спортпен шұғылданып, одан кейін өзінің санаңа нені кіргізбеу. Сен кем екеніңді, сен басқалар емес сияқты екен. Тырысу керек та адам өзінің толықтай ауру емес деп санайтындай. Соған тырысқан кезде мүмкін соның барлығы әсер еткен шығар. Себебі мен өзім ешқашан ауру деп санайтын, тек қана ауру келген кезде. Бір ауру кетеді да, кішкене жүресің, мұңайып, 1-2 күндей одай қайтадан өзіңді толықтай азамат
дені сау азамат сияқты сезінесің. Бірінші курста мен анам төлеп отырды, одан кейін бірінші курстан кейін өкінішке орай анам төлей алмай қалды. Ол бізде Таразда базарда киім сататын. Бірақ банкротқа ұшыраған соң әрине анам айтты, сол Таразға қайтып кел, мен ары қарай сен оқуыңды төлей алмаймын деді. Мен уже оқуын бастап Таразға қайтып келмей табыс табу амалдарын ойладым, қай жерден табыс табуға болады. Сөйтіп әр жақтан бармен болып жұмыс істедім, охранник болып жұмыс істедім. Кейін жайлап білім келген сайын рефераттар жаза бастадым студенттерге. Казгюда тағы да жазда, мысалы, приемный комиссия бар, қабылдау комиссиясы студенттерді. Сол жерде жұмыс істедім. Ол жердегі айлық мысалы 100 мың теңге болды. 450 мың теңге еді. 450 мың бір жылға. Сөйтіп мен жазда жұмыс істеп, соның бір 150-200 мың теңгесі тауып қойдым. Бірақ жатақханаға да тағы төлеу керек қой. Тамағың бар, тағы да басқасы бар. Соның университеттен істедім. Мен ол кезде таңертең бос еді уақытым, таңертең жұмыс істеймін университеттің ішінде, және түстен кейін мен университеттегі жұмыс жасайтын. Бірақ ол жерде активист сияқты жұмыс жасайсың да, студенттермен жұмыс істеп, олардың әртүрлі маңызды проблемаларын естіп, соларды жүргізу мақсат болды. Сөйтіп бір жыл өткіздім. Кейін ары қарай оны жалғастырамадық. Үшінші курста сөйтіп мен басқа декандарға кіріп жүрдім. Сол кезде бізде бірінші курстарға жауап беретін декан болды. Рахымбек Қуатбекұлы деген. Сол кісіге кірдім, мен жұмыс сұрап кіргенмін негізі. Сөйтіп ол айтады, сен жұмыс істеп қалай оқисың дейді, қатарынан алып жүре алмайсың ғой дейді. Мен алып жүре аламын дедім, айтады, бірақ сен онда білімің төмен болады, сен жұмыс істейсің ғой дейді. Мен жұмыс істемесем, онда оқуым да болмайды. Сол кісі басқа бір бизнесмен азаматтармен сөйлесіп, мен оқуымды төлеу туралы солар ұсыныс беріпті. Ол кісілер ұсыныс қабылдап, менің 2 жыл оқуым төледі. Сондай бір әділеттікке жақындықты іздеген адам шығармын, мүмкін, білмеймін. Сондай бір ниетпен негізі заңгер болуға тырыстым. Әділеттілікті орнатқым келеді, күрескім келеді. Қолымнан келгенше сондай әрекеттер жасаймын. Құқықтық көмектің түрі бар, тегін. Ол әлеуметтік жағдайлар төмен адамдарға осындай құқықтық көмек көрсетемін. Кез келген мысалға сондай жағдайлар төмен заңгерді ала алмайтын азаматтар болса, ол пенсионер, көпбалалы аналар, тағы да детдом балалары бар мысалға. Солар мысалға хабарласып өздерінің мысалы кеңес сұрауға болады. Сол еңбек дауымен мен жүгіндім, бірақ ол судья қанша түсіндіргенмен де алғысы келмеді, және оны шешу қиын болды. Себебі бұл жерде коллизия деген зат бар. Басқа заңның қақтығысады бір-бірімен. То есть бұл жерде менің оқиғамда бұл жерде еңбек кодексі мен серіктестіктер туралы заң бір-біріне қайшы келді. Бірақ бізде заңға сәйкес нормативтік актілер туралы иерархия бойынша жоғары тұрған кодекс қолданады, ондай коллизия болған кезде. Соны мен судьяға түсіндіруге тырыстым, ол бір түсінбеді ме білмеймін. Сіз маған соттан кейін хабарласып звондайды, сіз мынау істі алып кетсеңізші, тағы да басқа. Мен айттым, енді алып кете алмайтын шығармын дедім. Сөйтті де ол маған хабарласпады. Одан кейін сот отырысына барған кезде тағы да қиын болып тұр да бұны шешу қиын болып тұр судьяға. Білмеймін андай неге ол кісіге қиын болған. Судьялардың көбісі тағайындалатын 95%, мен сөйтіп айта аламын, 95% олар кешегі сот хатшылары. Олар заңгерлер емес, қоғамда заңгер болып жұмыс істеген, или бір мекемеде заңгер болып мәселелерді шешіп. Олар секретарь. Секретарьдің жұмысы судьяға көмектесу да, хаттарын дұрыстау, қандай мысалы процестер жүріп жатқан айтып отыратын, уақытын тағы да басқасын жүргізіп отырады. Солардың 95% сол кісілер кейін судья болады. Түсінесіз ба? Тек қана 5% ол прокурорлар және адвокаттар. Тәжірибеден келген заңгерлер. Олар әрине сырттан ғана біледі. Мысалы, сіз судья болып 5 жыл сондай неде тәжірибе алу керек та. Мысалы, хатшы болып жүресіз. Хатшы болып жүреді, кейін судья болып кетеді. То есть тәжірибе тек қана хатшылықта судьялардың біліксіздігінен. Әрине олар біліктілік туралы нелер дәлелдейді, барлығын өтеді. Ол барлығы тест қой. Ол барлығы бар болғаны тест. Егер де біріншіден сотқа дейінгі мысалға әрекеттер дұрыстаса, то есть мысалға көбінесе мысалы тағы да неге олар көбейеді, себебі бізде соттар тағы да не бар ғой, мемлекетпен соттасатын процестер көп. Мысалы бір қаулы шығарады, акимат болсын или бір орган болсын, мемлекеттік орган. Соның қаулысынан келіспейді да, мысалға компания немесе, то есть заң тұлға немесе жеке тұлға сотқа арызданады, ары қарай бірінші болып. Одан кейін мысалы олар ұтылса,
мекеме, иә, мысалы мемлекеттік мекеме, олар ары қарай апелляция, кассацияға дейін бара береді. Потому что олар мысалы не төлемейді, олар баж төлемейді, баж салығын, то есть госпошлина. Олар заңгерді мысалы таңдамайды. Оларда мысалы тегінде ол жүре береді ары қарай. Соның барлығы да көбейтеді процесстерді. Сол себепті біздің судьялар дейді, ойбай бізде іс көп. Иә, іс көп, неге? Себебі бізде заңдар кішкене дұрыс емес қабылданған. Заңдардың арасында түсінбеушіліктер бар. Кез келген азамат мысалы алып оқығанда түсінбейді, не жазылған. Бізде кейбір заңгерлердің өздерін біз түсінбейміз. Сол парламент мысалға заң қабылдаған кезде, олар мысалға осындай түсінуге қиын формулировкалар бар ғой, солармен қабылдайды да, қателіктермен қабылдайды. Қазақстанда біздің тәуелсіздігіміздің осы төңірегінде 4-ақ заңнама қазақ тілінде құралған. Қалған заңнама, то есть ол миллиондаған заңнама. Соның барлығы осы 30 жылдың ішінде. Олардың барлығы орыс тілінде болған. Содан кейін мысалға нелер пайда болады? Түсінбеушіліктер. Қазақ тілді азамат орыс тілін түсінбейді, ол заңнаманы оқып жатқан кезде дым түсінбейді. Сөйтеді мысалға бізде құқық қолданушылар, басқа да заңгерлер, судьялар, прокурорлар, олар да орыс тілінде мысалға қолданады. Осының барлығы не туындайды? Біздің қазақ тілінің дамымауына алып келеді. Себебі бізде қазіргі қазақ тілі ол не болып кетті, бытовой язык. Иә, барлық орысша, мен бір рет қазақша беріп көрдім сотқа мысалға. Ана жерде судья да қазақша білмейді, қиналып, әрең дегенде шешім шығарды. Мысалы, қиын ғой тілді мысалы түсінбей жатса. Қазақша қала аламыз, егер де біз шығарылып жатқан заңнамаларды қазақ тілінде дайындасақ. То есть оның туылуы бар ғой, мысалы, егер де жай тілмен айтсам, оның туылуы қазақ тілінде болу керек. Біріншіден әр азаматқа түсінікті, оған заңгердің көмегіне жүгінбей-ақ түсінетін тілде жазылған заңнама, және де қатесіз, то есть орыс тілде, қазақ тілде қате болмау керек. Мүлдем дамымаған деп те айтуға болады. Шала емес, мүлдем дамымаған. Мысалға, міне, миллиондаған заңнама бар, орыс тілінде жасалынған, және 4-ақ заңнама бар, қазақ тілінде жасалған. Ал енді мен балаларға айтарым, қыздар болсын, балалар болсын, кез келген, то есть жартылай жетім деп айтады ғой. Қалай болған өзінде де біз тірі болғанша дейін еңбек етіп өзіміздің қойған мақсаттарымызға, армандарымызға, нәтижелерімізді қойып жеткізуіміз өте маңызды. Бізге ешкім кедергі емес, тек қана өзіміздің ішіндегі ойларымыз кедергі. Сол кедергілерді бұзып шығу керек. Ешкімге қарамай, ешкім сөзін тыңдамай, тағы да басқасын. Себебі нәтижеге жеткен кезде қойған мақсаттарға ешкім сіздің айтқан блапыт сөздері, айтқан әңгімелері, өстектері ол ештеңке болмай қалады.